Болмыс және мән. Виктор Франкл логотерапияның ең басты ерекшелігі жайлы айтқанда мына нәрсеге мән берген. Экзистенциализм болмыс жайында жап-жақсы толғайды. Оның терең зерттеуге, құпия қырларын аша түсуге барын салады. Бірақ осы жауапкершілік арқалай алатын болмыстың кім үшін және не үшін бұл қадамға баратыны анық емес. Меніңше, болмыс бар жерде мән де бар, ал мән тіршілікте құлатпай ұстап тұратын ең маңызды нәрсе. Тіпті маңызды іске не үшін және кім үшін араласқаныңды саналы түрде айырмайтын болсаң, соның өзі психикаға кері әсер етеді. Не үшін адамды Homo sapiens деп атайды? Себебі ол әрбір қадам мен шешімді саналы түрде жасайды. Ал мән адамға ситуацияға араласып келеді. Оқиғаны сырттан бақылайтын кісілердің рухани кедей болатын бір себебі осы. Ситуациямен жекпе-жек келуден қорықпайтын адамдар ғана мәннің сәулесімен қауышады. Сол үшін де Франкл Құдай ұғымын кейде ұлы тапсырыс иесі деп атаған. Өз естелігінде бүй деп жазады. Концлагерге қамалған күні бәріміз өмірден түңілдік. Адамды қолдан өлтіріп, отқа жағатынын естігенде тірі қалуға үміт те қалмады. Бірақ менің қойнымда логотерапия теориясы жазылған диссертациям бар еді. Фашистер оны өртеп жіберді. Мен осы кітапты жарыққа шығармай өлмеймін деп серт бердім. Кітаптың қиын тұстарын ұмытып қалмас үшін менімен қайталап жаттығып жүрдім. Лагердегі оқиғалар менің теориямды нақты фактілермен растай түсті. Қорлық пен қасіреттен мән тапқандар түрменің тозағынан тірі шықты. Менің арқалаған осы миссиям анық ажалдан бірнеше рет құтқарып қалды. Тәңірісі өмірлік оқиғаларды құбылту арқылы мына ситуацияның мәнін тап деп адамға тапсырыс береді. Пенде оқиғаның хикметін дәл тапқан кезде трансцендентті әлемнің құпиясымен шарпысып үлгереді. Тілге түспейтін осы сезім өмірге деген құштарлықты оятатын ең тәтті сезім болып саналады. Сол үшін де мән, логос, хикмет деген нәрселер ғайыпты адамды өзіне құштар қылып, магнит сияқты тартып тұрады. Енді осы теорияны Бейсеннің өмірінен көруге болады. Ол мектепті бітірген соң 2 жыл қой баққан. Әдетте ой бағатын адам әуелі қой бағып машықтанады. Бүкіл пайғамбардың шопандық мектептен өтетін хикметі осы. Мұса пайғамбарға уахи түсердің алдында Шұғайыптың малын 5 жылдан аса бақты. Аңыз бойынша Синай түбегінде кенеттен уахи алып жеңіске жеткен Мұса калимолла Тәңірісіне: «Уа Раббым, ел ішінде менен де мықты жігіттер толып жатыр еді. Неге мені ғана пайғамбарлыққа таңдадың?» деп сұрайды. Раббысы: «Әй Мұса, оны мен білемін. Шұғайыптың малын баққанда отарға ілесе алмайтын бір көтерем қойды бәрін қарғап-сілеп ұрып-соғатын. Сен ғана қойға жаның ашып өріске арқалап апарып көтеріп әкелуші едің. Мен нығметімді сатып бермеймін, сылтауға беретін жомарт Құдаймын. Сол қылығыңды сылтау қылып сені пайғамбар қылдым» дейді. Бейсеннің 2 жыл қой бағуы кездейсоқтық деуге келмейді. Бәлкім кім білсін, Бейсен де 2 жыл қой баққанда талай көтерем қозыны арқалап баққан да шығар. Бірақ бізге осы бір кезеңі үлкен бір мағыналы өмірге қадам басудың алдындағы дайындық трамплині сияқты көрінеді. Тіпті Бейсеннің бала күнінде қызық бір оқиғада болған. Бейсеннің кіші әкесі Бейсбай мынадай естелік айтады. Бір күні жаңа туылған лақты емізе алмай әлек болдық. Лақ деген 3 күнге дейін малдың соры. Бір лақ ембей қойып көп алыстым. Не бәлесі барын білмеймін, емуге үйрете алмадым. Өзім жайлаудан шаршап келгем, жүйкем тозып тұр. Лақты бір қолмен көтердім де терезеден лақтырып жібердім. Өлмесең өмірем қап. Бір лаққа байып та кетпеспін, кедей боп та қалмаспын деп ызаланып. Бір айналып келсем, әлгі лақ енесін еміп тұр. Таң тамаша болдым. Сөйтсем мен кеткен соң Бейсен терезеден түсіп, әлгі лақты алып келіп үйретіп қойыпты.
лақ емгенге дейін оның бүкіл еркелігін Бейсен көтерген болып шықты. Бұлай тәпсірлеудің екінші бір тұсы бар. Әке-шешесі Бейсенді бухгалтер етіп оқытпақ болады. Бірінші жылы оқуға түсе алмай қалады. Екінші жылы да бухгалтерлік оқуға келеді. Бірақ бұл жолы Бейсен қолын бір сілтеп құрылыс мамандығынан құжат тапсырады. Оқуға түсіп кетеді. Алайда сол жылдың желтоқсан айында межелі жасы жетіп оны әскерге әкетеді. Әскери борышын Отар елді мекенінде өтейді. Бейсен өз естелігінде бүй дейді: әскерде жүргенде бос уақытым өте көп болды. Үнемі ойланумен болдым. Осыған дейінгі 20 жыл ғұмырымды қайта сараптадым. Мінез-құлқымның кесір тұстарын осы бастан құрту керегін түсіндім. Әсіресе биологиялық әкемнен қарым-қатынасты шұғыл түрде реттеу керегін ұғындым. Себебі апамның панасы бір шетінен зиян қылды. Апама сеніп, әкеммен дөрекі сөйлесетінмін. Осының бәрінен тыйылдым. Одан бөлек мен кіммін, қолымнан не келеді, қаланатын кетігім қайда деген сұрақтар жетегінде жүрдім. Әскери борышым біткен соң нені қалайтынымды анық біліп келдім. Бұрынғы қалаусыз таңдаған оқуымды жалғастырған жоқпын. КазУ-ның журналистика факультетіне құжат тапсырдым. Бейсеннің өміріне қарап отырсақ, болмыс пен мәннің тартылысын байқауға болады. Логопедия бойынша Құдайды ұлы тапсырыс иесі деп алсақ, ол пендесіне ситуация жібереді. Ол ситуацияның ішінде мән жасырылған. Егер дәл тапса, пендені жарқын өмірге қарай мән тарта жөнеледі. Таба алмаса, онда ситуацияға шырмалады. Өткен оқиғаның жағымсыз һәм керексіз жүгін өлгенше арқалап жүреді. 1986 жылы Бейсен 15-16 жасқа келгенде атасы дүние салады. Анасы жалғыз қалады. Дәстүр бойынша қарияны қара шаңырақтағы кенже баласы бағу керек. Бейсеннің алдында таңдау тұрды. Бірі қарияға қамқор болу, екіншісі армандарын жүзеге асыру. Ол студент атанған жылдары апасы әлі тың болатын. Айналасына салмақ салмай өзі жүріп тұратын. Тіпті қарап отырмай іс тігіп күтушіге көмекші болатын. Ал Бейсен студент атанып, артынша сырттай оқуға ауысып, спорт газетінде істеп жүрсе де, апамды өзім бағамын деген түпкі мұратын бір сәтте есінен шығармаған. Бейсеннің болмысының ашылып, өмірге өзінше өрнек тастауына негізінен осы оқиға ықпал етті. Салыстыру үшін айта кетейік. Логопедияның негізін салушы Виктор Франкл ғалым ретінде атағы шығып, ең көрнекті маманға айналғанда Австрияны фашистік Германия басып алады. Венадағы ірі ғалымдар жаппай ақшқа көшіп жатты. Мұндай бақытты визия Франклға да бұйырды. Енді тек билет алып ұшу ғана қалды. Бірақ үйінде бағып отырған қарт әке-шешесін тағдырға тапсыруы тиіс. Өткен жағдайда ата-анасы немістердің тұтқынына түсіп, қор болып лагерде өледі. Ал өзі шетелде танымал ғалымға айналады. Күні бойы ойланып шешімін таба алмайды. Кешке үйіне оралады. Кенет үстел үстінде жатқан тастың сынығына көзі түседі. «Әке, бұл не тас?» деп сұрайды. Әкесі: «Бұл Мұсаның 10 өсиеті жазылған тақта тас. Фашистер синагоганы қиратып өртегенде мына тас сынып кеткен. Қор болмасын деп үйге әкеліп қойдым» деп жауап береді. Таста жазу бар екен. Не деп жазылған? «Ата-анаңды өлгенше құрметте» деген сөйлем ғана қалыпты. Әкесі осылай дегенде Франкл селк ете қалады. Бұл оны кездейсоқтық деп қабылдамайды. Тәңірінің жіберген белгісі деп таниды. Сол-ақ екен, шешім тез табылды. Ол ақшқа кетуден бас тартып Венада қалады. Көп ұзамай бүкіл отбасы мүшесімен концлагерге айдалды. Ата-анасы сонда опат болды. Өзі әрең дегенде азаттыққа ілініп тірі шықты. Осы 3 жыл лагерде көрген қорлығы жаңа ғылымның іргесінің беги түсуіне таптырмайтын мектеп болды. Әу бастағы Венада қаламын деген батыл шешімі ата-анасын да тарихқа енгізді. Бейсеннің тағдыры да осылай қашалған. Өмірінің ең маңызды шешімдерін қабылдайтын кезде «Анам қиналып қалмай ма?
апамның көңіліне келмей ме деген сұрақтар бірінші тұратын. Өзінің журналистік карьерасын апасының рахат үшін құрбандыққа шала салу ол үшін түк те қиын болған жоқ. Үйленетін кезде де өзінің жеке қалауы мен құмарын қысып ұстаған. Ерте үйлену салттан шықпай тұрған 90-шы жылдары Бейсеннің 30-ға тақап үйленуі осымен байланысты. Сырты сұлу болғанмен ішінде жылу жоқ, суық мінезді кербездерге көңіл бермейді. Спорт газетінде жүргенде Сайын Тұрсынов ағасы «Сен бала қартайып бара жатырсың, неге үйленбейсің?» дейді. Сол кезде маған шалыс басуға рұқсат жоқ. 70-тен асқан анам бар. Оны ренжітіп алудан өлердей қорқамын. Анамды қамқорлыққа алып, мейір махаббатпен бағатын жылы жүректі нағыз аруды іздеп жүрмін дейді. Бір күні Сайын ағасы «Сен іздеген қызды мен таптым. Маған қалай сенсең, оған да солай сенесің» дейді де бір кабинетте отырған бойжеткенмен таныстырады. Қыздың көзінше мені қалай сыйласаң, мына жігітті де солай сыйлайсың. Бұл менің балам дейді. Сайын ағам өмір көрген адамды түсі мен ісіне қарап танитын кісі ғой. Маған қандай жар керек екенін біледі. Айтқанын істейін деген шешімге келдім. Қызға барып үйленейік десем көнбей қойды. Ізінен қалмадым. Күніге кешке шығарып салу үшін жұмысына барамын. Ол қарамайды. Осы қызды қайтсем де аламын деп іштей өзіме серт бердім. 6 ай дегенде соңынан қалмай жүріп өзіме қараттым. 7 айдан соң үйлендік. Сайын ағасының болжамы дәл келді. Сол кездегі таныстық көп ұзамай махаббатқа ұласады. Бұл махаббат Бейсеннің де, апасының да, жарының да бағы болып шықты. Себебі мейіріммен басталған махаббаттың бастау бұлағы суалмайды. Болмыс және махаббат. Экзистенциализм махаббатты танымның бір көзі дейді. Болмыстың қойнауында жатқан осы сезім тірелгенде дүниені махаббатпен тану процесі басталады. Ал логотерапия махаббатты танымның негізгі көзі деп таниды. Франкл махаббат адамды соқыр қылмайды, керісінше құндылық әлеміне көзіңді ашады. Кісіні соқыр қылатын нәрсе жыныстық құмарлық дейді. Сол үшін де логотерапияда махаббатты үшке бөледі. Жыныстық құмарлық, романтикалық сезім, шынайы немесе ноологикалық махаббат. Жыныстық құмарлықта биологиялық дене маңызды рөл ойнайды. Романтикада эмоциялар алдыға шығады. Нағыз махаббат құмарлықтың оты сөнген сәтте басталады. Ол кезде тартылыс сезімі болмыстың сыртқы екі қабатын тесіп өтіп, оның ядросындағы қайталанбас бітіміне байланады. Бұл жерде өткінші сезім болмайды. Себебі болмысқа мәңгілік сипат тартып тұрған рухани қасиеттер махаббаттың ыдырауына жол бермейді. Франкл бұл тақырыпты былай тарқатқан. Бір күні жұмыстан кеш келдім. Қарт ата-анамды күтімге алған Талли атты жас мейірбике бар еді. Ол жұмыста жүргенде мені алаңдамасын деп ата-анама кешкі асты әзірлеп қойыпты. Қолымды жуып дастарханға отырған сәтте жұмыстан телефон соқты. Бір кісіні көлік қаққан. Бас сүйекке дереу ота жасамасақ ажалы тақау. Маған тез жет деді. Қолыма бір уыс құрғақ кофені алып аузыма салдым да шайнап шығып кеттім. Операция ұзаққа созылды. Түн жарымда үйге оралдым. Келсем ата-анам жатып қалған. Мейірбике мені күтіп отыр екен. Тамағымды ысытып алдыма қойды. Асымды қомағайлана асап отырғанда Тилли «Көлік қаққан кісі не болды? Жарақаты ауыр ма? Тірі қалды ма?» деп қамқор дауыспен сұрады. Сол сәтте тұла бойымды бір сезім шарпып өтті. Бұл махаббат болатын. Оның ата-анамды күтіп, ас-ауқатын әзірлегені сезімді оятқан жоқ еді. Науқастың жағдайын жанашырлықпен сұрағаны мені толқытып жіберді. Сол сәтте ішімнен мен бұл қызға ғашықпын, осы қызға үйленуім керек деп күбірледім. Яғни Франкл бұл қыздың жанашырлық қасиетіне ғашық болады. Біреудің қамын жеу, біреу үшін мейірімі ояну сияқты қасиеттер әдемі бойжеткеннің сыртқы сымбаты мен беткі келбетінен асып түседі. Бейсен де жар таңдауда Абай атасының мына ақылын басты өлшемге алған.
тіпті жаттап алып жиі айтып жүретін. Жасаулы деп малды деп байдан алма, кедей қызы арзан деп құмарланба. Ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма. Біреуде көркі бар деп жақсы көрме. Лапылдақ көрсе құзар, нәпсіге ерме. Әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей көңіл бөлме. Сондықтан Бейсен бойдақ кезінде кейінде қылтың-сылтың жүріске ұрынбаған. Жан-жарымен табысып үйленген соң да Абайдың осы өлеңін екеу ара отырғанда жиі еске алатын. Өлең арқылы өмірлік серігін жұптық сапарға тәрбиеледі. Сайын ағасы таныстырған соң екеудің таныстығы бірден күшеймеген. Себебі Бейсен ең басты өлшемге мейірім махаббатты қойған. Кісінің бойында осы қасиет көрініс бермейінше сезімін тұсап ұстаған. Сайын ағасының қарындасы оның талғамына тура келеді. Тіпті бір кездесуде қартайған апасын мейіріммен мәпелеп бағатын нағыз ару іздеп жүргенін ашық айтады. Бір қызығы, неміс тілінің маманы модерн бойжеткен қарияны бағу деген нәпсіге ауыр тиетін тақырыптан қашудың орнына оған қызыға түскен. Оның бойындағы мейірім махаббат Бейсеннің түбегейлі шешім қабылдауына түрткі болады. Осылайша көп ұзамай олар өмірлік жолдасқа айналады. Әуелде құмарлыққа құрылмаған бұл неке өте баянды болады. Баянды болғанының дәлелі сол, олар үйленген соң бір-бірінен жалығудың орнына керісінше бірін-бірі толықтырып дамыған үстіне дами түскен. Неке эволюциялық жолға түседі. Бауыржан Момышұлының жақсы әйел күйеуін, ата-анасын, үйін күте білу керек деген қанатты сөзі Бейсен бұған бір талапты және қосады. Жақсы әйел өзін де күте білуі керек. Өзін күте алмаған әйел өз қадірін өзі кетіреді дейді. Көп отбасы осы нүктеде оңбай сүрінеді. Еркектер әйелін қамауда ұстайды. Мәдени рухани дамуына мүмкіндік бермейді. Малды тауып жатырмын, сен тек үйде отырып ұқсат деп талап қояды. Мұндай орынсыз талап көптеген келіншектерді 30-ға жеткізбей жүнжітіп жібереді. Себебі онтологиялық тұрғыда әйел мен еркек бір ғана болмыс. Адам деген өлшеммен анықталады. Биологиялық және психологиялық тұрғыда ғана ер мен әйелдің қасиеті ажырайды. Бірақ түпкі мұратқа ұмтылғанда олар бірігіп кетеді. Сондықтан Бейсен жан-жарының шет тілін меңгеріп, йогамен шұғылдануына тек қолдау ғана көрсеткен. Екінші қателік келіншектер тарапынан болады. Үйленген соң махаббатымды таптым, миссиям орындалды деп ойлайды. Бірақ логотерапия махаббатты таным көзі деп таниды. Адамның ақыл-ойы, дүние танымы қалай дамитын болса, махаббат та тоқтаусыз дамып отыруы керек. Дамытпаған жағдайда рухани тоқырау басталады. Себебі болмыстың деңгейде адам болмысы тоқтаусыз ашылып отыру үшін ғана жаралған. Жанның құпиясында жатқан адами қасиеттер өлгенше тоқтамайды. Егер осы жаңару мен жаңғыруды көйлек ауыстырып жаңа жерге қыдыру деп түсінетін болса, отбасы тұйыққа тіреледі. Себебі мұндай баянсыз қызықтар отбасы бюджетін банкрот қылады. Ал рухани даму материалдық шығынды қажет етпейді. Бейсен үйленген соң өмірлік жарымен бірге дамыды. Ағылшын тілін үйрене бастады. Оны тез үйренудің методикаларын іздеумен болды. Күн сайын ағылшынша сөз жаттады. Жұмысқа кетерде әйелі екеуі осынша сөз жаттаймыз деп бөлісіп алатын. Кешке дастархан басында сөздік айтып жарысатын. Наполеон Хиллдің кітаптарын бірге оқитын. Оның ішіне келетін ережелерді жаттайтын. Кешке шай үстінде бас қосқанда бір-біріне Хиллдің ережелерін қалай пайдаланғанын айтып бөлісетін. Таңертең бірге жаттығу жасауды әдетке айналдырады. Тіпті жұбайы жүкті болғанша айкидо үйретеді. Осындай үздіксіз даму мен тынымсыз ізденіс олардың қараңғы өмір сүруіне жол қалдырмады. Яғни ұсақ-түйек әңгімені жиып-теріп, орынсыз ренішпен бірін-бірі айыптауға бос уақыт қалған жоқ. 90-шы жылдардың аяғында үйленген буынның бәрі бір нәрсені жақсы біледі. Бұл экономикалық күйреп, қолма-қол ақшаның айналымнан құрған кезі.
Ол кезде ауыл тұрмақ қаланың өзінде күн сайын макарон пісіріп жесе кәдімгідей қуанатын кез. Бейсеннің отбасы да осы кезеңнен өтуге мәжбүр болған. Бірақ көңілдегі тоқтық пен жүректегі жарастық тыстап соққан қиындыққа төтеп берді. Бұл олардың артық айғай-шу, ұрыс-керіске баруына себеп бола алмаған. Бір қызығы, ол Бейсеннің даңқы дүрілдеп дәурені жүрген кезде де Бейсен бұрынғы қоңыр тіршілігін үзбеуге тырысқан. Жан-жары да үнемі эконом режимде тұрмыс кешті. Екеуі де мал шашпақ деген рухани дерттен аулақ болды. Бір күні екеуара шай ішіп отырғанда жұбайына мынадай мақтау айтты: «Сен тамыршы болуды үйрендің, мен көңілімдегіні жазбай танисың. Бұл әйел баламасына керек ең үлкен қасиеттің бірі». Бейсен тамыршы сөзінде Абай атасынан алып отыр. Оның «Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат» деген өлеңіне әйелдің ең жақсысын тамыршы деп бағалайды. Көп жүрмес жеңсік қойлық әлі-ақ тозар, жаңғырар жеңсік құмар жатқа қозар. Күнде көрген бір беттен көңіл қайтар, қылт еткізбес қылықты тамыршы озар. Толқынын жүрегіңнің хаттай таныр, бүлк еткізбес қалайша соқса тамыр. Жас көңіліне бір жанын пида қылып, білместігің бар болса қылар сабыр. Бірақ бұл тамыршылық қасиет әйелге бірден берілмейді. Ол да қажырлы еңбекпен келетін нәрсе. Түзде көп жүретін азамат пен төсекте көп жататын қарт кісінің күтіміне қабақ шытпаған қайратты әйелге Тәңірімнің сыйға тартатын нығметі.